осы 3 апта десем болатын шығар. 3 аптадай осы Жимнің компаниясымен танысып, бұл жерге қазір қонақтар келіп жатқан қонақтарымыздың бірін танитын қызым, сенетін қызым, сол маған осындай ойбай еркін Алматыда дейтін адамдар әлде қолпаштап осы компанияны шақырып жатыр деп мені шақырған. Содан кейін мен көп нәрсеге сенбеймін. Өзі ер адам өзі сондай болады ғой, жалпы. Бірдеңені қазып, оны бірдеңені іздейміз, минус іздейміз ғой ер адамдар. Әйел адамдар деген бір немен информация берсе, бір немен асылып алады ғой, сразу бір эмоциямен да басады. Ер адамдар сөйтіп мен де құттай уақыт өлтіріп алдым негізгі шындыққа келген кезде. Мынаны бүйтіп береді, қалай екен, ой Қытай ғой дейміз. Бірақ дегенмен соның барлығын анализін жасай келе өзіме шешім қабылдадым. Мынау действительно ертең күнде бір сұранысы қандай болмағанда да, қандай компания, қандай бизнес болмағанда да ең бірінші бізге оның өнімінің сұранысы керек. Былай қарағанда бір бұның өнімінің сұранысы бар. Екінші қалай болмағанда да осы келген кезде денсаулық іздеп келеміз, бірақ осы 80%-ымыз ақша іздеп келеміз шындыққа келгенде. Екінші қандай оның маған менің қалай айтса болады, менің нуждамды удовлетворять ете алады ма, да, мені қажеттілігім